Қайырлы күн ұстаздар, қалай саламатсыздар ма? Қалай жаңа оқу жылына дайындық жақсы ма? Сіздермен кішігірім бір жаттығу жасап жіберейік, әңгімемізді бастамастан бұрын. Орындарыңызда тұрсаңыздар, қиын болмаса. Әлі біраз күні отырсыздар, әлі кішкене тұрсаңыз. Свет түсіп жатыр, мен жүздеріңізді қатты көре алмай жатырмын. Қазір бір жаттығу жасаймыз, бәріміз 1, 2, 3 деген кезде бірдей шапалақтаймыз. Бұл жерде біз ұстаздардың ауызбіршілігін тексереміз, бір-бірімізге қаншалықты мән беретінімізді анықтаймыз, бір уақытта бірдей әрекет етіп ете алмайтынымызды тексереміз. Келістік па? Келістік. Қол созамыз, екі қол созамыз. Дайынсыздар ма? 3 деген кезде бәріміз шапалақтаймыз. Кеттік па? 1, 2, 3. 3 демей неге шапалақтайсыздар? Отырыңыздар. Кішігірім бір психологиялық жаттығу арқылы біз нені ұйғардық? Адам баласы айтылған нәрсесі емес, істелген нәрсені қайталайды. Бәріміз ересек адамдарымыз жоғары оқу бітіргенбіз, мұғалімбіз, бала тәрбиелеп жатырмыз, ата-анамыз дегенмен қарапайым бір инструкция, 3 деген кезде шапалақтаймыз деген нәрсені орындамайсыздар. Бала да дәл солай. Көп жағдайларда оған айтылған нәрсеге мән бермейді. Айтылған нәрсені түсінбейді көп жағдайларда. Бірақ істеген нәрсені тұспа-тұс қайталайды. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, экранда көріп тұрғаныңыздай, бүгінгі балаларға не керек? Бәріміздің мәселеміз осы. Балаға не керек екенін анықтамай, білмей, оған басқа нәрсе, білім, тәрбие, оқу, физика, математика, қазақ тілін үйрету, қалай айтсам, орынсыз десем артық кеткен шығармын, бірақ өте қиын деп айтайықшы жұмсақтан. Мынау елестетіп көріңізші, сіз мысалға семинарға келдіңіз, күні бойы отырсыз да, сіз шөлдеп жатсыз қазір. Шөлдеп бір су ішкіңіз келіп жатыр. Залдың есігін жауып қойған, сізді шығармай жатыр. Шөлдеп жатсыз, бір су болса екен, алдыңғы қатарларда су бар, бізде неге жоқ деп суға қызығып отырсыздар. Шөлдеп жатсыздар. Шөлдеп тұрған кезде сіз мына жақтағы айтылған нәрселерді ұйғарасыз ба? Мән бересіз ба? Түсінесіз ба? Қабылдайсыз ба? Тыңдайсыз ба? Емес. Су ең бірінші қажеті. Сол қажеттілік қанағаттандырғаннан кейін, шөліңіз қанғаннан кейін ғана біз ал енді айта беріңіз. Не әңгіме? Кімді тыңдаймыз? Кім спикер? Не айтып жатыр деп мұқият мән беретін боламыз. Сонымен келесі слайд. Қазіргі балаларға сүйіспеншілік керек. Былай қарасақ, өте қарапайым, түсінікті, жай нәрсе, балаларға сүйіспеншілік керек. Сүйіспеншілік үйде, мектепте, қоғамда, көшеде, далада балаларға сүйіспеншілік жетпей жатыр. Үйдегі ата-ана арасындағы ұрыс-керіс, айқай-шу, мектептегі мұғалімнің көңіл-күйі болмауы, немесе өте суық сабақты өтуі, қоғамдағы балаларды қайта-қайта түрткілей беру, қазіргі балаларға сүйіспеншілік жетпей жатыр. Және бұл сүйіспеншілік жай әшейін бір сөзбен айтылған сүйіспеншілік емес. Балам, мен сені жақсы көремін, балам, сен келіп, бұл ата-аналар да аз. Дегенмен, біз бағана не дедік? Сөзден көп іс балаға қатты әсер етеді. Сүйіспеншілікті қалай көрсетіп жатырмыз? Сүйіспеншілікті қаншақты көрсетіп жатырмыз? Қарапайым бір сұрақ сұрайыншы. Бәріңіз мұғалімсіздер. 3 ай каникулда болдық. Балдарды сағындыңыздар ма? Жоқ. Сағынған шығасыздар. Мынандай бір сұрақ сұрайыншы. 3 айдың ішінде класс жетекшілер болсын, класс жетекшілер, оқушыларыңызға хабарластыңыз ба? Жеке-жеке. Қалайсың, каникул, кімдер хабарласты? Қол көтерсін. Бір шама әріптестеріміз бар екен. Бұл балаларды сіз жақсы көрсеңіз сағынасыз. Сағынсаңыз іздейсіз. Қарапайым бір хабар алудың өзі не? Сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік үйде бәріміз ата-анамыз, балаларымызға жетпейді. Біз қазір бәріміз телефондамыз, планшеттеміз, қарбалыстамыз, жұмыс бастымыз, және балаларым үшін жұмыс істеп жатырмын деп өзімізді ақтаймыз. Сөйтеміз де қарапайым балаға сүйіспеншілік көрсету мүмкіндігіміз жоқ. Қай ұстазға, қай мұғалімге сұрасақ, баланы жақсы көресіз бе деген кезде, барлығы я жақсы көреміз дейді. Дегенмен қалай жақсы көру керектігін білеміз ба? Келесі слайд.
келесі қосты. Жанға жайлы үй баланың табиғи ақысы. Төрт құбыласы түгел отбасының жанға жайлы сүйіспеншілікке толы атмосферасында өскен балалар саналы, тәрбиелі қоғамға пайдалы болады. Демек, тек қана сүйіспеншілік арқылы бала соны түсінеді. Ең мықты педагог баланың жүрегіне, көңіліне тапқан педагог. Біз бәріміз, мен өзім мұғалім болғам, ағылшын тілі мұғалім. Одан кейін педагогика, психология магистратурасын бітіріп, қазір отбасы психологиясы айналысып келе жатырмын. Сабақ жоспарын құрған кезде, сабаққа дайындалған кезде, сабақтағы бір 5 минут бөлігін мына нәрсеге бөлсек, мен мына сабақта балаларға оларды жақсы көретінді қалай көрсете аламын? Бір ойын ойнатамын ба, бір әзіл жасайын ба, бір көңіл күйін сұрайын ба, бір оларға күлімсірейін ба, не істеймін? Бірақ мен сол сәтте оларға жақсы көретінді көрсетуім керек. Баламен қарым-қатынас, контакт құрудың бір ғана жолы бар, сүйіспеншілік. Егер сүйіспеншілік каналы орнаса, айтқан біліміңіз, берген сабағыңыз өте жақсы өтеді. Сүйіспеншілік каналы орындамаса, мына залдағы интернет сияқты, Wi-Fi жоқ, связь жоқ, отырамыз, не деп жатыр, не жібермей жатыр, неге информация бармай жатыр, Wi-Fi жоқ, сет ұстамай жатыр. Баланың Wi-Fi-мен сеті бұл сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік кейбір адамдар табиғи түрде болады, біз балалар жақсы көре аламыз, кейбір адамдар табиғи түрде болмайды. Ондай кезде аффирмация жасаймыз. Түнде жатар алдында, кешке таңертең тұрғаныңыз айнаға қарап, мен мына балаларды бір жақсы көрейінші. Құдай, мына балаларды бір жақсы көрейінші. Мына балаларды бір сүйіп кетейінші. Айлығын алып жатыр, құрсын бір жақсы көріп кетейінші мына балаларды. Деп өзімізге установка беруіміз керек. Аффирмация жасауымыз керек. Сүйіспеншілікпен жасалған жұмыстан өзіңіз де ләззат алатын боласыз. Келесі. Қазақстандық отбасы институтына қысқаша шоу жасау жедік. Сразу келесі слайдқа өте беріңіз. Статистикасын көрсету үшін. Әлемдік ажырасу рейтингінде Қазақстан 7-ші орында. Келесі. Әлемдік суицид рейтингінде Қазақстан 7-ші орында. Қарап тұрсаңыздар, бізде ер азаматтар әйелдерге қараған кезде 5 есе артық өзіне қол жұмсайды. Келесі. Нашар отбасы қарым-қатынас нәтижелерінде ауру рискі 30%-ға артады, өмір 4 жылға кемиеді, жүрек қан тамыр аурулар көбейеді. Бақытсыз отбасы. Ең көп балдар зақым көреді. Не болады? Сабақ үлгерімі нашарлайды, сабақтан қашатын болады, депрессияда жүреді, құрбылар арасында қабылдамайды, агрессияға бейім болады. Осындай балаларыңыз бар болса, бұл балдарға сүйіспеншілік жетпей жатыр. Көп жағдайларда сүйіспеншілікті бірінші дәрежеде беру керек, әрине отбасы. Келесі. Сүйіспеншілікті қалай көрсетеміз? Ары қарай. 4 маңызды пункт бар. Тыңдау, қолдау, рұқсат ету, үйрету. Тыңдау, қолдау, рұқсат ету, үйрету. Бірінші баланы тыңдау керек. Бала бүгін күнің қалай өтті? Балалардың айтатқан нәрселері біз үшін көп жағдайларда өте қалай айтсам, мағынасы келеді. Мен садикте бір ойыншыққа таласып қалдым. Мен мектепте бірінші партада отырған кезде бір сурет салдым да мұғалім бір нәрсе айтты. Біз үшін қызық емес болуы мүмкін ересек ретінде. Бұл қалыпты жағдай. Біздің әңгімеміз біздің басшыларға қызық емес. Олардың әңгімелері олардың басшыларына қызық емес. Өйткені әркім мәселеге глобально қарайды да, біз өз деңгейімізде қараймыз. Мысалы, мына жақта директор мектепке комиссия келіп жатса, директор мұғалім проблемасын тыңдай алмайды. Тоқташы, миым ашылып кетті, өзі комиссия келіп жатыр. Не айтасыз маған деген сияқты. Бізде ойбай тоқташы, кредит төлеу керек, жұмысқа бару керек, дайындалу керек, тірлік дейміз да, баланың мән емес. Бірақ тыңдау өте маңызды. Ағылшынша бұны active listening деп айтады. Белсенді тыңдау. Жай үшін сотқа шулап, кейін, молодец, жақсы. Олай емес. Телефонды қоямыз, баланың көзіне қараймыз. Мүмкін болса бір деңгейге түсу керек, көзбе көз келетіндей, немесе отырғызып, я балам айта қой. Өйткені сенің өміріндегі болып жатқан барлық нәрсе мен үшін маңызды. Біріншісі тыңдау. Екіншісі қолдау. Балам, сенің қолыңнан келеді, сен істей аласың, мен саған сенемін. Ештеңе етпейді, уайымдама, бәрі жақсы болады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша баланың бойында тревожность, уайымшылдық қаншалықты жоғары болатын болса, оқу үлгерімі соншалықты төмен болады. Бұл балдарда жиі инурез кездеседі, сенімсіздік пайда болады және естиді тәрбие тұрғысынан проблемалар жиі туындайды. Демек, балаға біз ата-ананың қолдауы керек. Андай жақында бір атын айтпай қояйын, бір танымал кісі
бір танымал кісі не қылған ғой, бір авариямен полициядан қашып жүріп машинамен ұсталып қалып, сөйтіп сотталды, отырды, әйел пост жазыпты. Не болса да мен күйеуіме бүкіл әлем қарсы шықса, мен оған патроны буду подавать. Оқша алдырып отырамын деген да. Енді ол жерде күйеуім қылмыс жасап жатса қолдауым керек жоқ, енді ол қылмыс қой енді. Бірақ балаңыз оқу үлгерім өмірінде, сабағында барлық жағдайда ата-анадан 100% қолдау қажет. Үшінші нәрсе рұқсат ету. Балаға қателесуге рұқсат етіңіздер. Өйткені бала мен қателік екеуі қатар жүретін нәрсе. Сол үшін қазақтар жақсы сөз айтқан, баланың ісі шала деген. Егер бала қателеспей бәрін идеально істейтін болса, мына жердегі мұғалімден 80% жұмыссыз қалатын еді. Бізде әр класста 20-25 бала болмайтын еді, 80 класстық бала болатын еді. Қателік жасамайды ғой. Айтқан істейді, тыңдайды, орындайды, 80% мұғалім жұмыссыз қалатын еді. Бала қателік жасайды, сол үшін мұғалім, ата-ана сол қателікке рұқсат береміз. Ол маған иттің баласы, не бүлдірден жанын шығарамын. Балаға ұрсудың керегі жоқ. Рұқсат етеміз. Өйткені бала қателесу арқылы үйренеді. Құлау арқылы жүруді үйренді. Тұрышын үстіне тамақ төгу арқылы тамақ жеуді үйренді. Ал өмірді қателеспей үйрену мүмкін емес. Өзіміз жасымыз 30-дан асты, 40-қа келді, әлі қателіктер жасаймыз. Демек, қателік жасауына рұқсат етуіміз керек. Және төртінші нәрсе үйрету. Қателік жасады, дұрысы қалай? Тура жолы қалай? Осыны жасаудың тиімді жолы қалай? Осыны жасамай былай қалай жасауға болатын еді? Осы тұрғыдан ата-ана да, ұстаз да балаларға үйрете білу керек. Келесі? Тез өтіп жатыр, бізде регламент. Енді сүйіспеншілікті неге көрсете алмаймыз деген сұрақ туындайды. Келесі слайдқа өтейік, дереу жауабын бере салайық. Біз сүйіспеншілікті қалай көрсету керектігін білмейміз. Білім жоқ. Мен түрлі семинарлар, тренингтер өткізем, ата-аналардан сұраймын, ата-ана болуды қайдан үйрендіңіз? Жоқ, ата-анамыздан үйрендік дейді. Аптасына 10 сағат, 12 сағат көлік айдаймыз. Сол көлік айдауды үйрену үшін 2 ай кем дегенде курстарда оқимыз. Дұрыс па? Бір аптада қанша сағат бар? 24-7-ге көбейту керек. Кішкене внимание. Қанша? 168 сағаттың 12 сағатын темір тұлпарды жүргізу үшін біз 2 ай оқимыз. 6 ай оқитындар, 1 жыл оқитындар бар. 2 ай оқимыз, заң бойынша 2 ай оқу керек. Енді отбасын жүргізу үшін кемінде 2 ай оқыдық па? 2 айлық деңгейде бір курс бітірдік па? Жоқ. Сондықтан осындай статистиканың нәтижесінде біз келеді. Қазіргі балалар шын мәнінде басқаша. Көп адамдардың сылтауы, мен оны сылтау деп айтаймын, өзін ақтау деп айтаймын, өйткені себеп бола алмайды. Біз өстік жаман болған жоқпыз ғой дейді. Айналайын, жаман болмаған кім айтты саған? Немен салыстырған кезде жаман болған жоқпыз. Мысалға, арамызда математиктер бар, минус 40-қа қараған кезде минус 20 өте жақсы. Бірақ екеуі де минуста. Сіз өзіңізді минус 40-пен салыстырып, өзіңізді минус 10-да көрген кезде, ничего, нормально жүрдік қой дейсіз. Жүрдік. Құдай сақтады. Бірақ болу керек нәрсе, базалық фундамент, минимум 0, бұл балаға деген сүйіспеншілік. Бала қоғамда, күнделікті өмірде жиі агрессия көргендіктен агрессивті болып бала жатыр. Немесе сүйіспеншілік көрмегендіктен сүйіспеншілік қалай көрсету керектігін білмей жатыр. Соңғы слайд. Берік отбасы, берік қоғам, берік ұлт. Қашан біз отбасын түзейміз, қашан ата-ана белсенді түрде бала тәрбиесіне, процесіне араласатын болса, сол кезде біздің бүкіл мәселелеріміз оңтайлықпен шешіледі. Саналы ата-ана бір класс жетекші үшін 20 көмекші деген сөз. Саналы ата-ана болмаған кезде 20 ата-ананың орны жұмыс істеу деген сөз. Барлықтарыңызға жаңа оқу жылында сәттілік тілеймін.